Сәлеметсіздер ме? Ана тілі оқулығындағы жаңа 33-ші сабақ әліпби тақырыбымен танысатын боламыз. Бүгінгі сабағымыз бірінші жаттығудан басталады. Ертегіні түсініп оқы. Балалар, ертегіні түсініп оқымас бұрын сіздерге бір нәрсені түсіндіре кетейін. Бұл мәтін біздің күнделікті оқып жүрген мәтіндерімізден ерекше. Неге? Өйткені бұл тапсырмада мәтін сурет арқылы берілген. Мысалы, мынау тұрған тырнаның өзі жазылмаған, тек тырнаның суреті ғана тұр. Яғни біз суретке қарай отырып, мәтінді оқуымыз керек. Ал ендеше мәтінді бастайық. Түлкі мен тырна. Тырна түлкінің үйіне қонаққа келеді. Түлкі ботқаны жайпақ табаққа салып, тырнаның алдына қояды. Тамақ ал. Тырна жайпақ табаққа салынған ботқаны тұмсығымен шоқып-шоқып ештеңе жей алмайды. Келесі күні түлкі тырнаға қонаққа келеді. Тырна сорпа дайындап, оны құмыраға құйып беріпті. Түлкі сорпаны іше алмайды. Құмыраға басы кірмей қояды. Ал тырна ұзын тұмсығымен шоқи береді. Түлкі ренжіп, үйіне аш қайтыпты. Балалар, бұл жердегі мәтін неге сендерге сурет арқылы берілді деп ойлайсыңдар? Өйткені сендердің есте сақтау қабілеттерің суретті көру арқылы жақсы есте сақтай аласыңдар. Ал ендеше ертегі мазмұны бойынша сұрақ қой дейді. Тырна қайда қонаққа келді? Тырна түлкіге қонаққа келіпті. Екінші сұрақты балалар өзіміз ойланайықшы. Екінші сұрақта түлкі қайда қонаққа келді? Тырнаның үйіне қонаққа келіпті. Балалар, бүгінгі ертегі сендерге ұнады ма? Түлкі мен тырна туралы қандай мақал-мәтел айтсақ болады? Балалар, бұл жерде біреуге ор қазба, өзің түсесің деген мақалды келтірсек болады екен. Түлкі тырнаға не жасаған еді? Тамағын жайпақ ыдысқа беріп, тамағын жей алмайтынын біліп тұрса да, солай жасады. Ал екінші күні тырна барған кезде, тырна да дәл солай өзінің істегенін өзіне қайтарды. Бірақ балалар, біз қонақ шақырған кезде олай жасауымызға болмайды. Қазақта жақсы сөз бар. Қонақ келсе, құт келеді деген. Қонақ келгенде көмектесіп, анамызға көмектесіп, жақсылап қонақты риза қылып шығарып салуымыз керек. Жақсы, олай болса, екінші жаттығуға назар аударайық. Көп нүктенің орнына тиісті әріпті қойып, сөздерді әліпби ретімен жаз дейді. Құмыра, түлкі, көлеңке, күміс, жүзім, бұрғақ, бұрғы, құдық сөздері берілген екен. Енді осы сөздерді әліпби ретімен жазайық. Көп нүктенің орнына тиісті әріптерді қойып болсақ, сөздерді әліпби ретімен жазайық. Бұрғы, жүзім, көлеңке, күміс, құмыра, құдық, түлкі. Жақсы балалар, олай болса, үшінші жаттығуға назар аударайық. Әліпбидегі Р әріпінің алдында және соңында тұрған әріптерді ата. Және сол әріптерден басталатын сөздерді айт. Ал балалар, Р-ның алдында және соңында тұратын әріптерді есімізге түсірейікші. Дұрыс айтасыңдар. П және С әріпі Р-ның алдында және соңында тұрады екен. П-дан келетін қандай сөздерді білеміз? П әріпіне келетін пияз, патша деген сөздерді жазсақ болады. Ал Р әріпінен раушан, риза, ризық деген сөздерді жазсақ болады. Ал С әріпіне сырға, сағат, сана, осылай әріптерден басталатын сөздерді айтсақ болады. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.